барлық әлем атомдардан тұрады деп айтады, химияда. Ал осы атомдар электрондардан тұрады. Қызығы, осы электрондардың біздің өмірімізге қандай қатысы бар? Бұл, мысалға, мынау сутек атомы. Онда бір ғана электрон бар делік. Осы электрон мына атомның қай бұрышына қарасаң, сол бұрышынан көрінеді екен. Неге? Білмедім. Бүкіл квант әлемін зерттеген барлық ғалымдарда дәл осыны анықтай алмапты. Бірақ бұл бір керемет нәрсенің дәлелі. Яғни сен не ойласаң, сол болады. Яғни мына атом электрон не туралы қозғаса, сол болады. Біздің миымыздағы электрондар не туралы қозғалатын, не туралы ойлайтын болса, тура сол нәрселер орындалады. Мысал үшін, ауру туралы болса, ауырып қалуы мүмкін. Мен грантқа түсем дейтін болсаң, грантқа түсесің. Немесе түспей қалсам қайтем деп қорқатын болсаң, әрине түспей қаласың. Осы сияқты сенің қорқынышың көп болса, қорқынышың орындалады. Сенімділігің көп болса, сенімділігің орындалады. Осы сияқты жетістіктен жетістікке жете беруге болады. Бай адамдар оңай байи береді. Себебі ол байлыққа деген өзінің ойында блогы жоқ. Байлық туралы жақсы ойлай береді. Қазақта бұны жақсы сөз жарым ырыс дейді. Яғни сен жақсы сөз айтқан сайын жақсылығың бола береді дегенді білдіреді. Сол сияқты біздің барлық армандарымыз орындалады, егер біз оның электронын күнделікті басып жүретін болсақ. Сонымен дәл осы эфирді достарыңызбен бөлісіп қойып, жетістіктен жетістікке, арманнан арманға жете берейік.